Сәлеметсіздер ме? Алматы қаласы жоғары медициналық колледжінің физика пәнінің оқытушысы Нұрбекова Гүлнұр Сесенғалиқызы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ауыр ядроның бөлінуі. Бүгінгі сабақта сіздер ядролық реакцияны жазу кезінде массалық және зарядтық санның сақталу заңын қолдануды және ядролық реактордың құрылысы мен жұмыс істеу принципін сипаттауды үйренесіздер. Ядролық реакциялардың табиғи және жасанды түрлері бар екенін сіздер білесіздер. Біз өткен сабақта табиғи радиоактивтілікті, яғни атом ядросының өздігінен басқа атом ядроларына түрленуін қарастырған болатынбыз. Бүгінгі сабақта жасанды ядролық реакцияға тоқталатын боламыз. Жасанды радиоактивтілік деген не? Атом ядросының қандай да бір бөлшектермен әрекеттесуінің әсерінен жаңа ядроға түрленуін жасанды радиоактивтілік деп атаймыз. Мысал ретінде қарастырсақ, қандай да бір X элементті альфа бөлшекпен атқылау кезінде қандай да бір жаңа Y элемент және бета бөлшек пайда болады. Бұл жердегі X аналық ядро, альфа атқылаушы бөлшек, Y туынды ядро, ал бета бұл пайда болған бөлшек. Кез келген химиялық элементті X деп алсақ, бұл жердегі А массалық сан, Z протондар саны немесе зарядтар саны. Бұл Менделеев кестесіндегі реттік номері. Массалық санды анықтау үшін, яғни протон саны мен нейтрон санын қосамыз. Тарихта алғаш болып ядролық реакция жүргізген британ физигі, химигі Эрнест Резерфорд болған. Ол азот 7-14 изотопын альфа бөлшекпен атқылағанда, яғни гелий 2-4, осы кезде фтор 9-18 пайда болып, сосын оттегі изотопы 8-17, протон 1-1 пайда болған. 1932 жылы протонмен атқылау жүргізілген. Литий 3-7-ні протонмен атқылайды, бұдан 2 гелий пайда болады. Келесі нейтронмен атқылау. Алюминий 13-27-ні нейтронмен атқылағанда натрий 11-24 және альфа бөлшек пайда болған. Бұл жердегі реакциялардың ең тиімдісі нейтронмен атқылау болып табылады. Себебі сіздер білесіздер, нейтрон бейтарап бөлшек, яғни кулон күші әсер етпейді. Ядролық реакцияны жазу кезінде массалық және зарядтық санның сақталу заңы орындалады. Атом ядросының бөлінуі бұл ауыр атом ядроларының өздігінен не басқа бір бөлшектердің әсерінен бірнеше бөлшекке бөлінуін айтамыз. 1938 жылы неміс ғалымдары Отто Гahn және Фриц Страссман тәжірибе жүзінде уран ядросын нейтрондармен атқылаған. Уран ядросын нейтронмен атқылағанда 2 ірі жарықшақ және 2 немесе 3 нейтрон пайда болады. Пайда болған нейтрондарды туынды нейтрон деп атайды. Одан әрі қарай уран ядросымен соқтығысып, тағы да 3 ірі жарықша және нейтронға ыдырайды. Сөйтіп ядролардың бөлінуі жалғасатын реакция тізбекті реакция деп атайды. Тізбекті реакция арқылы атом энергиясын өндіруге болады. Тізбекті реакциялардың дамуы нейтрондардың К көбейту коэффициентімен сипатталады. Егер К көбейту коэффициенті 1-ден кіші болса, онда бөліну реакциясы жүрмейді, яғни ол өшеді. Егер көбею коэффициенті К 1-ден үлкен болса, онда тізбекті реакция қарқынды жүреді. Яғни бұндай қарқынды реакцияны игеру мүмкін емес. Яғни бұл жарылыс түрінде болады. Мысал ретінде атом бомбасын алсақ болады. Егер К 1-ге тең болса, онда тізбекті реакция тұрақты қарқындылықпен жүреді. Яғни көбею коэффициентін 1-ге тең болған жағдайда біз бұндай реакцияларды атом электр станцияларында қолданамыз. Атом энергиясын өндіруді қарастырайық.
яғни атом энергиясын ауыр ядролардан және жеңіл ядролардан өндіру. Ауыр ядроларға біз уран, плутоний, тағы басқа элементтерді жатқызсақ болады. Ауыр элементтердің ядролары бөліну нәтижесінде энергия алынады. Бұл кезде 0,8 мегаэлектрон вольт бір нуклонға тиесілі энергия бөлінеді. Яғни бұндай энергия атом электр станциясында қолданылады, яғни басқаруға болатын энергия. Жеңіл ядроларды қарастырсақ, оларға гелий, сутегі, тағы басқа элементтер жатады. Жеңіл элементтердің ядроларының біріктіруі кезінде атом энергиясы бөлінеді. Бұл жерде бөлінетін энергия бір нуклонға тиесілі энергия 3,5 мегаэлектрон вольт. Яғни ауыр ядролардың бөлінетін энергиямен салыстырғанда 3-4 есе көп. Яғни бұл өте үлкен энергия. Бұны атомдық бомбаларда қолданылады. Басқарылатын ауыр ядролардың тізбекті реакциясы жүзеге асырылатын. Соның нәтижесінде жылу энергиясын бөлетін қондырғыны ядролық реактор деп атаймыз. Ядролық реактордың негізгі элементтері ядролық отын, нейтрондық баяулатқыш, реактор жұмысы кезінде пайда болатын энергияны кетіруге арналған салқындатқыш сұйықтық және реакция жылдамдығын реттейтін құрылғы. 2 желтоқсанда ақш-тың Чикаго қаласында Энрико Ферми басшылығымен іске қосылды. Екінші реактор 1945 жылы КСРО-да Москва түбіндегі Серпухов қаласында Игорь Васильевич Курчатовтың басшылығымен салынған. Ядролық реактор жылу атом энергиясын электр энергиясына түрлендіретін атом электр энергиясының негізгі элементі. Ядроның бөлінуі нәтижесінде реакторда жылу энергиясы бөлінеді. Бұл энергия бу турбинасын айландыратын бу энергиясына айналады. Бу құбыры өз кезегінде генератор роторын айландырады, солай электр тоғын тудырады. Сабақты бекіту мақсатында келесі тапсырмаларды орындаңыздар. Назарларыңызға рахмет.